16 жасқа толған балаларға арналған. Елімізде әрбір 5-ші қылмыс мас күйде жасалады екен. Әр қылмыстың артында адам баласы. Қайтпек керек. Кейбір ауылдар бар, тұтастай ішімдіктен бас тартқан. Міне сол өлкеде өмір тыныш, ұрлық қылмыс атымен жоқ. Ұрлық дегеннен шығады. Қызылордада танымал кәсіпкердің коттеджіне қарақшылық шабуыл жасап, айуандықпен үй иесін ұрып өлтіріп, оның қызы мен үй күтушілеріне қорлық көрсетті деген күдікпен ұсталғандарға қатысты ашық сот отырысы басталды. Бұл қанды оқиға қаскөй баскеселердің кеселі әлемді дүрліктірген коронавирус дертінен де сұмдық асқынып кеткенін көрсетіп отыр. Дерттің дауасы бар ма? Бірер минуттан соң оның да жауабын айтамыз. Армағайын эфирде заң сөйлейді. Қазақстанда ауыр қылмыстардың дені мас күйде жасалады. Алдын алудың жолы бар ма? Біз арақсыз ауыл боламыз. Сыр өңірінде бір ауыл түгелдей арақ-шарақтан бас тартты. Эксклюзивті репортаж. Қалталы кәсіпкердің үйіне қарақшылық шабуыл жасағандардың ісі сотқа жетті. Соққылардың салдарынан жәбірленуші Қазуевтің сол жақсы маңдай самай шүйде тұсына көлемде қан құйылып, ми ісіп, ес-түссіз күйде түскен. Үйдің қожайынын өлтірген кім? Сейфтен ұрланған бриллианттар мен қомақты қаражат қайда кетті? Атышулы іске тағы кімнің қатысы болуы мүмкін? Ұрлықтың түбі қорлық. Жас балалары барын ескеріп жазасын жеңілдетуді сұраған сотталушыға кешірім бар ма? Бұрында да осында ұрлық қылмысы бойынша және тонау қылмысы бойынша және адам зорлау қылмысы бойынша 2016 жылы осы Қалиппен мен өзім қарап осындай шешім қабылдаған. Челлендж деп осын айт. Қарамантиясын бір сәт ақ кимешекке ауыстырған судья Шолпан Маратқызы Абайдың 42-ші қара сөзін жатқа оқыды. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынның бір себебі жұмысының жоқтығы. Таспаурана, шарасыз бала. Полицейлердің өзі Маугли атап кеткен Владик жаңа ортаға қосылды. Ал перзентін тастап Корей еліне кетіп қалған әйел ата-ана құқығынан бір жола айырылды. Халықаралық стандарттар бойынша бір адам жылына 8 литр ішімдік ішкен болса, бұл қоғамның азып кеткенін көрсетеді. Есептей беріңіз. Атадан қалған ас емес, десек те сөзден пәтуаны кетіріп, тура жолдан тайдыратын ішімдікке үйір адамдар өкінішке қарай әлі де баршылық. Осындайда арақ мүлдем сатылмайтын, ішімдік ішілмейтін ауылдар бар дегенді естіп қызығасың. Жүрегінде иманы, аузында тәлімі, айтқаны Құранның сөзіндей қабылданатын ақсақалдар ел болып бастама көтерсе, қазіргі жастар тыңдайды екен. Күні кеше Шиелі ауданында харамнан бас тарту шарасы болды. Алақандай ауыл тұрғындары надандықтың иісі мүңкіген жерден аулақ болуға шақырды. Эксклюзивті репортажымызда назарларыңызға ұсынамыз. Біз арақсыз ауыл боламыз. Қандай да бір азғындықтың бастауы қуарақ. Шиелі аудандағы 21-ші бекет тұрғындары осылайша бір ауыздан ішімдіктен бас тартып отыр. Ащы су кетсе, ауылға береке кіреді деген ниетпен. Бір қуантарлығы қариялардың ақылын тыңдап өскен жастар ізгі бастаманы өздері көтеріпті. Алкогольді өнімдерден түбегейлі бас тартамыз дейді. Және басқаларға үлгі болғанын қалап, біздің арнамыздың тілшілерін арнайы шақыртты. Бұдан былай елді мекенде арақ шарап сатылмайды, ішкен адамды ауыл ақсақалдары сабасына өздері түсіреді деген уәдесін елге жеткізуімізді қалап отыр. Қай нәрсе болса да жаманшылық осы арақтан болады. Ажырасуда, өлім жітімде, ұрлықта осы арақтың негізінде болады. Қазақта сөз бар, тамын құлама десе жаңағы оны жайлап қала деп. Біз жайлап сол, бұл өзі шиша сияқты нәрсе, бұны қатты ұстауға да болмайды, тастап жіберсең сынып қалады. Сондықтан біз адамдардың кәдімгі жақсы түсінетін жағынан түсінік бере алатын адамдармен жұмыс істеп, солар арқылы көпшілікпен оны уағыздай береміз болашақта. Арақ атаңнан қалған ас емес дейді қазақта. Біз арақты зиянын көп деген біліп жатырық ауылымызда, және де басқа да өңірлерде де бұл арақтан біз жастар болып баршамыз бас тартып жатырық. Біле жүріңіз, Алмалы ауылдық округі 21-ші бекетте 120 үй бар, 500-ге жуық адам қоныстанған. Ауылда 3 дүкен жұмыс істейді. Мына дүкенде ашылғалы арақ сатылмапты. Оны біздің түсірілім тобымыз эксперимент жасап, тексеріп те көрді. Ассаламу алейкум.
Дүкенде арақ сатыла ма сіздерде? Арақ сатыла ма? Сатылмайды. Қашаннан бері сатылмайды? Қашаннан сатпаймыз ғой. Бізге керек еді арақ. Бізге арақ керек еді. Арақ сатпаймыз үшін азық. Қашаннан бері сатылмайды? Осы ашылғандан бері. Байқағандарыңыздай, дүкенде шын мәнінде арақ сатылмайды екен. Біз сатушыдан әрі-бері мән-жайын сұрап білдік, арақ сатылмайды. Енді той-томалақтарда арақ қойылмайды, дүкендерде сатылмайды. Мұны ауыл үлкендері өздері қадағалап отырмақ. Атышулы оқиға. Елге танымал қалталы кәсіпкердің үйіне қарақшылық шабуыл жасағандардың ісі сотқа жетті. Облыстың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында аса ауыр санаттағы қылмыстық іс бойынша алғашқы сот отырысы болды. Адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен тұрғын жайға заңсыз кіріп, қару қолданып, танымал кәсіпкер Рабиба Нұржанованың жұбайын қасақана қазаға ұшырату дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс бірнеше эпизодтан тұрады. Аса ірі мөлшерде бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру мақсатында жасалған шабуылдар тура сериалдағыдай адам нанғысыз. Қолдары кісендеулі 7 адамның ішінде біреу ғана бұрын сотты болмаған. Араларында жазасын былтыр ғана өтеп келгені бар. Бұлардың ең үлкені 31 жаста. Жауапқа тартылып жатқандардың екеуі Түркістан облысының тұрғындары. Аса ауыр қылмыс жасады деген айып дәлелденсе, оңай жазамен құтылмасы анық. Естеріңізге салсақ, былтыр тамыз айында белгілі кәсіпкердің 3 қабатты коттеджіне қарақшылық шабуыл жасалып, үй иесі ауыр соққылардың салдарынан қаза тапты. Қараңғы түнде бет-аузын тұмшалаған қарақшылар үйге баса көктеп кіріп, бриллиант бұйымдар мен қомақты көлемде ақша салынған 3 сейфті қолды қылып өздерімен алып кеткен. Елді дүрліктірген қанды оқиғада үйдің қожайынын бұлардың арасында нақ қай сотталушының өлтіргені әзірге бізге беймәлім. Әрбірінің атышулы оқиғаға қатысы бар жоғын ендігі жерде тек сот шешеді. Күдіктену негізіндегі айыптау актісі бойынша қара бетперде киіп қаруланып алған қарақшылар биік қоршаудан асып түсіп, бейнекамераны сындырып үйге енген. Жәбірленушілердің қатарында кәсіпкердің кәмелет жасқа толмаған қызы мен үй қызметшілері де бар. Бір топ адам оларға сес көрсетіп, аяқ қолдарын скотчпен байлап тастаған, ал үйдің қожайынын біраз қинап, темірмен ұрып өлтірген. Диванда ұйықтап жатқан Хазуев Ацалим Абдулвахидовичті оятып, соңғысы ұйқысына оянып, оларға сендер кімдерсіңдер деген сұраққа бөлме тұрған үшеуі біз криминалмыз деп жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына тікелей қауіпті күш қолдану қатері төндірумен ұласқан шабуыл жасап, соңғының қарсыласуына шама келтірмей аяқ қолдарын скотч жапсырмасымен байлап тастап, еденге жатқызып, тікелей күш қолдану қатерін төндіріп, еркін жүріп тұру құқықтарын шектеп, үйдегі алтын бұйымдар мен ақшалар тұрған сейфтерді кілті мен паролін сұрай бастаған. Үйдегі сейфтердің кілті мен паролін білмейтін, барлығын жұбайы Нұржанова білетін, бірақ оны Алматы қаласына кетіп қалғанын айтқан. Соңғы алтауы жәбірленуші Хазуевтің жауабына қанағаттанбай, Хазуевтің басшысынан денесінің әр жерінен қолдарымен, аяқтарымен ұрып теуіп, ұзындығы 37 см болатын, диаметрі 4 см, көк түсті кесілген темірдің қолына, яғни оң қолына алып, қаруланып, Хазуевтің, яғни жәбірленуші Хазуевтің басшысынан бірнеше мәрте ұрып, жоғарғы жақ сүйегінің екі жақ көз ойықтар тұсынан мұрын сүйектерін сындырып, ауыр түрде зиян келтірген. Сотталушылардың бірі Жанетта мейрамханасында даяшы болып жұмыс істеген көрінеді. Жеке кәсіпкер әрі мейрамхана иесінің үйінде аса ірі мөлшерде қаражатпен бағалы алтын бұйымдар барын білген. Бұл эпизод бойынша 6 сотталушы жауапқа тартылмақ. Айыптау актісі қарақшылық шабуыл жасағандар 3 дана сейфті өздерімен алып кетіп, оларды Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолының бойында жыңғылдың арасында жасырады. Ертеңіне осы жерге құрал сайманмен қайта келіп, кувалда мен сейфтердің есігін ұрып сындырады. Бірінші сейфтің ішінде құнды бриллиант комплекттер, алтын алқа, сақина сырғалар, алтын қол сағаттар, қымбат ұялы телефондар, әтір сулары және
брендті көзілдіріктер болған. Екінші сейфтің ішіндегі 60 мың ақш доллары, 50 мың евро, 50 мың фунт стерлинг, 20 мың Корея вон ақшасын, 2 миллион Ресей рублін қарақшылық жолмен иемденіп, бағалы заттар мен ақшаларды қарақшылар өзара бөлісіп алады. Үшінші сейфтен тағы да қомақты қаражат пен жылжымайтын мүліктер құжаттары шығады. Бірнеше пәтер, май құю бекеттері, авто жуу орталығы, мейрамхана, жер телімдеріне қатысты құжаттарды адамдар тобы сол жерде өртеп жібереді. Бұл қылмыстық іс бірнеше эпизодтан бас аяғы 27 томнан тұрады. Белгілі болғаны атышулы істе зардап шеккен бір отбасы емес. Бұған дейін де бөтеннің мүлкін жымқыру мақсатында қала аумағында тиімді үйлерді іздестіріп жүріп, бір топ адам Toyota Land Cruiser автокөлігін жымқырды деген күдік бар. Жалпы қарақшылық шабуыл салдарынан жәбірленушілерге бас аяғы 309 миллион теңгеден астам шығын келген көрінеді. Және бұл қылмысқа қатысы болуы мүмкін тағы бір күдіктінің ісі жақында сотқа келеді. Қылмыстық жауаптылықтан қашып бой тасалап жүрген күдіктінің құрықталғанына көп бола қоймапты. Оған қатысты тергеу әрекеттері әзірге жалғасуда. Ал судья Думаналиевтің төрағалығымен болып жатқан басты сот талқылауы әлі біразға созылады. Алдымен жәбірленушілерден, одан соң куәлар мен сотталушылардан жауаптар алынатын болады. Бүгінде ең көп тараған қылмыстың түрі ұрлық, түбі қорлық. Қасақана қылмыс жасаған тағы бір қызылордалық 4,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Отбасылы, орта білімді 33 жастағы азаматқа бір емес бірнеше рет пәтер тонады деген айып тағылды. Оңай олжаға кенелгісі келгенін толықтай мойындап, істеген ісіне шын өкінгенімен сотталушы жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесінде өтемек. 2019-дың 4 қазанында болған оқиға. Таңғы сағат 8:30 шамасында Қызылордадағы көшелердің бірінен өтіп бара жатып, сотталушыда бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру ниеті туындайды. Үй иелерінің есікті құлыптап автокөлікке отырып кетіп қалғанына көз жеткізген соң, қонақ бөлменің терезесін күштеп ашып, ішке енеді. Шифонерден табылған ақша мен алтын бұйымдарды қолды қылып, ізін суытады. Сотта дәлелін тапқан деректерге сүйенсек, сотталушы пәтер ұрлығын кәсіпке айналдырған тәрізді. Бір жәбірленушіге материалдық зиян келмеген, яғни ол бірінші жәбірленушінің үйіне кірген уақытта заттарын алып үлгермеген. Яғни ол жәбірленуші келіп қалуына байланысты өздерінің қылмыстарын аяғына жеткізе алмаған. Ал екінші эпизод бойынша және үшінші эпизод бойынша ол осы жәбірленушілердің алтын бұйымдарын, ақшаларын алып, бірінші жәбірленушіге қатысты 500 мың теңге көлемде материалдық зиян келтірген, яғни 300 мың теңге ақшасын, 200 мың теңге көлеміндегі алтын бұйымдарын ұрлап кеткен. Ал үшінші эпизод бойынша жәбірленушінің алтын бұйымдарын, алтын сырғалар мен сақиналарын ұрлап 90 мың теңге көлемде материалдық шығын келтірген. Қазан айының 21-і полиция бөліміне кешкі сағат 19:30 шамасында Әбдіразақов көшесі бойындағы үйлердің бірін өптеп кетті деген хабарлама түседі. Үйдің жатын бөлмесінің терезесін темір арматурамен күштеп ашқан бәз біреу шкафтың ішінен алтын бұйымдарды қолды қылып бой тасалайды. Бұл қылмысқа да сотталушы Қаниевтің тікелей қатысы бары дәлелін тапты. Басты сот талқылауында сотталушы өз кінәсін толықтай мойындап, жас балалары барын ескеріп, жазасын жеңілдетуді сұрады. Алайда жәбірленушілер оған кешірім берген жоқ. Сот қылмыстың қайталануын жазаны ауырлататын мән-жай деп тапты. Бұрында да осындай ауыр қылмыс жасаған, ол бас бостандығынан жазасы тағайындалып, ол жазасын өтеген. Яғни бұрында да осындай ұрлық қылмысы бойынша және тонау қылмысы бойынша және адам зорлау қылмысы бойынша 2016 жылы осы Қалиевті мен өзім қарап, осындай шешім қабылдаған 5 жыл мерзімге бас бостандығынан жазасы тағайындалған. Алайда осы 2019 жыл кеше шілде айында болып жаза өтеу жерінен жеңіл жазаға ауыстыру, яғни шектеу жазасына ауыстырылған. Яғни 3 ай уақыт өтпей жатып, қайтадан осындай бірнеше ұрлық қылмысын жасаған. Яғни 3 эпизод бойынша қылмыс жасаған. Үкім заңды күшіне енсе, сотталушыға бұрынғы өтелмеген жазасының 6 айын қоса есептегенде түпкілікті 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылады. Күллі адам баласын қорғылатын 3 нәрсе бар. Содан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшінші залымдық деп білерсің. Ой алыбы Абайдың 38-ші қара сөзінен. Заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, бұл даналық өзінің мазмұнын жойған емес. Мәңгілік өсиеттерсің.
Осы орайда сырдың судьялары Абай Құнанбайұлының мол мұрасын насихаттауға арналған ұлттық эстафетаны жалғастыруда. Судьяның түсі суық қара мантиясын бір сәт әппақ кимешекке ауыстырған Шолпан Марат қызының дана әйел, дара әйел образын бірге тамашалайық. Челлендж деп осын айт, ой салар дүние. Ұлы Абайдың бірнеше ғасыр бойы айтып кеткен дүниелері әлі күнге дейін өзінің маңызын жоғалтқан жоқ. Әлі күнге дейін актуальды. Сіздерге мен осы Абайдың 42-ші сөзін айтып берейін. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынның бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудамен айналысса, қолы тиермеді. Ол ауылдан бұл ауылға шапқылап, біреуден бір жылқының тайын сұрап мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық сұмдықпенен адам аздырмақ үшін, яғни азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін, пайдасыз, жұмыссыз, қаңғырып жүруге құмар. Егер дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып, алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезбелікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, балашағаға тапсырып, қолдағы Құдай берген азды көпті, дәулетті қызықсыз санап, оны ұры бөріге жем қылып, қарға жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылға барып, қулық сұмдық ойлап, сөз тасып, тамақ аңдып, ыржыңдасуға жаны құмар. Мұның белгілі себебі қайда десеңіз, бұл адамдар мал бағуға, мал табуға өтірікпен жаны құмар. Өзі осындай сөздерді айтқысы келіп, біреулерден естіген сөздерін естігенім, білгенім деп, өзін өнерлі адамдарға қосқандай көрінеді. Сол үшін осы қазақтың іске жарайды деген адамы өзінің Құдай берген азды көпті малын біреуге тастап, сөз аңдуға, тамақ аңдуға, ел кезуге салынып отыр. Бұл күндегі адамға байлық мақтан емес, ақыл абыройда мақтан емес, арыз жаза білу мақтан және алдай білу мақтан болып отыр. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт аттылы, сабау қамшылы болса да, төрде орны болып, майлы асқа, майлы етке қолы жетеді. Желікпелеу мақтаншақ байларды сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, тәуір атын мініп алып, киімін бүтейтіп алып, құрметті адамдардың қатарына қосылғысы келеді. Бірақ деген бай бұны байқамайды. Және егерде біреу байға сөз айтса, мұны қайтеміз деп әлгі антұрғанмен ақылдасады. Бұл антұрған өз сиырдың жорғасындай болып жетіп келіп, егер осы байға ақыл айтпаса, қадірі азаядау деген ниетпен, ой Тәңір-ай, сонда білмейсіз бе? Мұны бұлай қылу керек, мұны алай қылып алдай керек деп, ол адамның ойда алдау деп, байға не бір жаман көрінішті сөздерді үйретіп, байға әлгі адамды сенбей тұғын қылады. Байдың өзі де ешкімге сенбей тұғын болады. Бірақ байдың сөзіне зорланған әлгі адам ойлана келе, әңгімесі бұзылса, әлгі антұрған қайтадан келіп, мені көрмейсіз бе? Мен сізге айттым ғой, онысы мынадай қулық деп байды әбден азғырып, оны тырп етпейтін қып қолында ұстайды. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осындай. Сабалақ саяжайында жалғыз өзі жүрген жерінен табылған Владик Цойдың тағдыры шешілді. 8 жастағы балақай атамекен балалар үйіне орналастырылатын болды. Ал бауыр еті баласын тастап кеткен Людмила Цойды сот ата-ана құқығынан айыруға шешім қабылдады.
Заң сөйлейді бағдарламасынан көрсетілген эксклюзивті репортаждан соң Владиктің тағдырына алаңдамаған жан қалмады. Сақшылардың өзі Маугли деп атаған бала туралы ақпарат іле-шала республикалық арналардан, одан соң әлеуметтік желіде тарады. Себебі соңғы отырыста кәмелетке толмағандардың істерімен айналысатын сот Владиктің анасы мен оның бауырларының қайда жүргенін анықтауды тапсырған болатын. Құзырлы орган Людмила Цойдың 5 баласы барын анықтады. Оның екеуін қызылордалық әйел өзімен бірге шетелге ертіп кеткен. 99 жыл туылған қызы тетя Татьяна Сергеевна Қызылорда қаласы Қайнабаев көшесі 2-1 пәтерде, Тен Аркадий Викторович Қызылорда облысы Қармақшы ауданы 3-ші интернационал ауылы Цайтин Хақ көшесі 5-ші үйде тұрады. Яғни бұдан бөлек 2 баласы бар, 99 жыл туылған баласы кәмелетке толып кеткен. Екінші баласы Қармақшы ауданында 3-ші интернационал ауылының 108-ші орта мектебінде 10-шы сынып оқиды. Жауапкер Цой Людмила Григорьевна кәмелетке толмаған 8-ші наурыз 2011 жылы туылған Цой Владикке қатысты ата-аналық құқығынан айырылсын. Кәмелетке толмаған 8-ші наурыз 2011 жылы туылған Цой Владикті талап бойынша Қызылорда қалалық білім бөлімі қамқоршылық және қорғаншылық жөніндегі функциялар жүзеге асыратын органның қамқорлығына берілсін. Жауапкер Цой Людмила Григорьевнаның оның барлық айлық табысын және өзге де кірісінің 4/1 бөлігі мөлшерінде 8-ші наурыз 2011 жылы туылған Цой Владик есімді баласын күтіп бағу үшін ол кәмелетке толғанша ай сайын 18 қараша 2009 жылдан бастап алимент өндірілсін. Естеріңізге салайық, Владик Сабалақ саяжайында қамыстың арасында жалғыз өзі ойнап жүрген жерінен табылған еді. Шашы иығына дейін өсіп, арып ашып, әбден кір қожалақ болған бала бейімдеу орталығына жеткізіліп, ол соңғы 8 айдан бері осында тәрбиеленді. Дамуында бөгеліс бар баламен логопед, психолог мамандарға біраз жұмыс істеуге тура келді. Қазір ол мектепке барады. Ал жауапкер Людмила Цой ата-ана құқығынан айырылды. Жауапкердің өзінің ата-аналық міндеттен орындалмағандығы сотта дәлелін тауып, оның өз баласын 2015 жылдан бері белгісіз азаматқа тастап кетіп, оны асырап бағу мен тәрбиелеумен айналыспағандығы нақты дәлелденді сотта. Соған сәйкес Цой Людмила Григорьевна ата-аналық құқығынан айырылды. Ата-аналық құқығынан айыру туралы істерде әрбір ата-ана өз баласын асырап бағуға міндетті. Соған сәйкес ата-аналық құқығынан айыру туралы істерді міндетті түрде ата-анадан алимент өндіру туралы көзделген. Неке отбасы кодексінің 139 бабы 1-ші бөлігінде бір балаға ата-ананың барлық табысынан 4/1 бөлігі мөлшерінде алимент өндіріледі. Сондықтан Цой Людмила Григорьевнадан Цой Владикті асырап бағу үшін ол кәмелетке толғанша оның табысын 4/1 бөлігі мөлшерінде алимент өндірілді. Ата-ана мейірімін сезінбеген Владик енді жаңа ортаға қосылады. Мамандар оның дені сау болып, қауіпсіз ортада күн кешуіне барлық жағдайды жасайтын болады. Тарихтың қалтарысында қалып бара жатқан апта ішіндегі біздің объективке іліккен оқиғалардың бір парасы осындай. Бұл заң сөйлейді хабары, бітімі бар ел бүтін.